Еркоштың қолдары лосьонмен майланған еді. Офицер таймері бар сағат шығарып кері санақты қосты. Содан кейін пойыз вагонының бүйірінен тесік ашты. Олар Еркоштың қолына темір шеңберлер кигізіп, қолын сол тесіктен сыртқа шығарды. Қар тиген сәтте-ақ Еркош жан даусымен айқайлап жіберді. Пойыздың сыртында температура 100-қа дейін төмен болатын. Бірнеше секундтан кейін ауырсыну сезімі жансыздануға ауысты. Еркоштың қолдары мұз болып қатып қалды. Қолдарын артқа тартып алған кезде олар тұтас мұз блоктарына айналған еді. Содан кейін олар үлкен балға алып келді. Еркоштың айқайы бүкіл пойызды жаңғыртты, бірақ ешкім қарсы шығуға батпады. Бұл қатаң суық әлем болатын. Адамдар тек осы пойызда ғана тіршілік ете алатын. Пойыз 17 жыл бойы тоқтаусыз жүріп келе жатқан. Байлар пойыздың алдыңғы бөлігінде тұратын, билік пен барлық мүмкіндіктер соларда еді. Олар қымбат шарап ішіп, кештер өткізіп, түрлі ойын-сауықпен өмір сүрді, сән-салтанат пен рахатқа толы тіршілік. Ал пойыздың соңғы вагондарында кедейлер мал сияқты тырылып тұратын. Халық көп, өмірлері өте ауыр еді. Олардың тамағы байлардың қалдықтарынан жасалған протеинді батончик болатын. Олар 17 жыл бойы осы тағаммен күн көрді. Ай сайын байлар кедейлер арасынан балаларды таңдап алып кететін. Қарсы шыққандар аяусыз жазаланды. Бір күні біреу жасырын түрде сол протеин батончиктерінің өлі тарағандардан жасалатынын анықтап қойды. Кедейлер бұған дейін не жеп жүргенін білмеген еді. Жылдар бойы жиналған ашу ыза алап етті. Соңғы вагондардың жетекшісі, капитан Америка байларды құлатуға бел буды. Көтерілісті бастау үшін ол темір бөшкелер жинады. Сол күні әскерилер тағы да азық жеткізуге келді. Олар ауыр темір есікті ашқанда капитан сәттің келгенін сезді. Өлімге дайындалып сарбаздарға қарай лап қойды. Ол сарбаздың мылтығын жұлып алды. Оның күдігі дұрыс болып шықты, мылтықта оқ жоқ еді. Сол сәттен бастап бүкіл төменгі тап көтеріліп кетті. Олар темір бөшкелерді итеріп, есікті жауып тастады. Бұл олардың күресінің алғашқы қадамы еді.